Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет рассыпчатый дейді ғой, жаңағы шашыраңқы болып пісетін палаудың рецептін бөліскім келеді. Бұл жаңағы өзбекский не палау емес, кәдімгі домашний өзіміздің үйде істейтін палаудың түрі. Соның рецепті сіздерге арнап жасадым. Сіздермен маңызды бір ақпаратпен бөлісе отырайын. Ноқат, яғни нут барлық бұршақ дақылдары сияқты ақуыздар мен көмірсуларға бай. Құрамында иммунитет пен қанға пайдалы калий мен магний бар. Бұны ноқатты дайындамас бұрын ең алдымен суға бір түнге қалдырсаңыз тіптен жақсы болады. Әйтпесе қатты болып қалуы мүмкін. Керекті барлық құрамын сіздерге описание жазып қоямын. Қызып тұрған табамызға осында сұйық май құйып, ет саламыз. Еті тез пісу үшін мен соломка қағып жіңішке турадым. Етті қызарғанша пісіреміз. Етіміз пісіп жатқан кезде сабызымызды, пиязымызды осылай видеодағыдай турап аламыз. Және де жаңағы нуттың орнына, егер нут қосқыңыз келмесе, изюм, қалаған мені курага сондай қоссаңыз дәмі де ерекше болып шығады. Міне етімізді қуырылды, енді пиязды қосып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Пиязымызды қуырып алғаннан кейін үстіне сәбізімізді салып 10 минуттай қуырамыз. Мінекей сәбізіміз қуырылды, енді жуылған, таза, бір түн тұрған ноқатты салып араластырамыз. Енді кезекте дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Палауға арналған дайын дәмдеуішті сатып алсаңыздар болады. Дәмдеуіштердің құрамын барлығын описаниеға жазып қоямын. Ендігі кезекте барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осылай видеодағыдай су қосып, қақпағын жауып, бір 15 минуттай бұқтырамыз. Міне бұқтырып алдық. Енді кезекте күрішті тап-таза қылып бірнеше қабаттан жуып алыңыз. Суы мөлдір болғанша дейін. Енді кезекте күрішті осылай салып аламыз, тегістеп. Суды құямыз. Кейін күріштің бетіне су 2 сантиметрге асып тұруы керек. Видеодағыдай ортасына суды кіргізіп аламыз. Баяу отқа қойып, қақпағын жауып 20 минут бұқтырамыз. Қақпағы міндетті түрде жақсы жабылуы керек. Міне қараңыздар, қандай керемет сап-сары болып пісті. Дәмі дегенде тіл үйреді, өте күшті болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Ас болсын.